Баршаңызға қайырлы күн достар. Қаншайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі жұмсақ, қол жетімді классикалық чизкейк жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: 280 грамм печенье, 150 грамм қант, 400 грамм қаймақ, 120 грамм май, сары май, 130 грамм творожный сыр, 2 жұмыртқа және де ванилин қажет болады. Ең алдымен печеньелерді әбден үгітеміз. Печеньені үгітіп алдық. Енді оның үстіне сары майымызды саламыз және араластырамыз. Сонан соң диаметрі 22 см болатын форманы алып, барлық печенье массамызды формаға саламыз да бетін тегістейміз. Осылайша етіп дайындап алғаннан кейін холодильникке 20 минутқа қоямыз. Таза құрғақ ыдысқа творожный сырды саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Одан кейін араластырамыз. Араластырып болдым. Ендігі кезекте оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаны салып болғаннан кейін тағы да араластыруымыз қажет. Араластырып болдым. Ендігі кезекте екінші жұмыртқаны үстіне саламын. Тағы да араластыруымыз қажет. Араластырып болдым жұмыртқаны. Енді оның үстіне 15% қаймақты саламыз. Қаймақ салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Біздің салмамыз дайын болды. Печеньені холодильниктен алып шықтым. Енді оның үстіне салмамызды құямыз. Құйып болғаннан кейін осылайша етіп тегістейміз. Енді осыны газ пешке 180 градус ыстыққа 30 минутқа пісіреміз. Яғни, бұны пешке қоймас бұрын алдын ала пешті қыздырып қоюымыз қажет. Достар, біздің классикалық чизкейкіміз дайын болды. Өте әдемі және жұмсақ шықты. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.